Биыл аймақта кітап оқу жылы болып жарияланды. Облыс әкімі Ерболат Қаржөкеевтің бастамасымен Әулиеата кітап оқитын өңір жобасы қолға алынды. Жобаның негізгі мақсаты өңір тұрғындарының кітапқа деген қызығушылығын арттыру, оқырман мәдениетін қалыптастыру. Тараздағы Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы игі бастаманы іліп әкетті. Мәселен, балалар әдебиетінің өкілдері Сапарғали Бегалиннің 130 жылдығы, Өтебай Тұрмажановтың 120 жылдығы, Сансызбай Сарғасқаевтың 100 жылдығы, Асқаржан Сәрсеннің 75 жылдығына арналған көрме ұйымдастырылды. Көрмеге ақын жазушылардың шығармашылығы, әңгімелер мен поэмалары, мысалдары көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ кітапхана ұжымы алдағы уақытта бірқатар шараларды өткізуді жоспарлап отыр. Әулиеата оқитын өңір жобасы аясында бірқатар көптеген шаралар ұйымдастырып отырмыз. Солардың бір-екеуін айта кететін болсам, оқиға құштар жүректер атты облыстық байқау, кітап білім кілті, балалар болашақ үміті, кітап оқы арманға ұмтыл атты, Абай Мұрат ұрпаққа өнеге атты библиотакси және де тағы да басқа іс-шаралар ұйымдастырып жоспарлап отырмыз.